Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve ashabi ajmain. Onur жатқан Жаппарым Allah subhanahu wa ta'ala. Бүгін енді қасиетті Рамазан айында бас қосып, осы Сәкеңнің қажылыққа барып келген, умраға барып келген құрметіне туған күні бүгін және қасиетті Рамазанда басымыз қосып ауызашар жасап жатыр екен. Қабыл болсын. Альхамдулиллахи раббил аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма лака сумта ва бика аманту алейка таваккалту валла ризқика атарту ва саумал гади мин шахри рамадана навайту фахфир лима адамту ва ма ахарту. Аллах субхана тағала күннің атысы күннің батысы ұстап жатқан оразамызды Аллах субхана тағала өзің фазилатында өзің қабыл ете көр. Біліп істеген білместеген күнәларымызды кешіре, қолдарын жайып отқан мұсылмандардың өмірден өткен ата баба ағайын тума жекжат жұрағаттарын жатқан жерлері жайлы болсын, жандары жанатта болсын. Қасиетті Рамазан айындағы осы айлардың сұлтаны Рамазан айындағы ұстап жатқан оразамызды қабыл етіп, аяғына дейін Аллах субхана тағала ұстап жеткізуге нәсіп ете көр. Жылдан Рамазан айына келуге нәсіп ете көр. Бирахматика архамар рахмин. Аллаху акбар. Рахмет. Ардақты ағайындар, қош келдіңіздер. Бүгінгі Сейқ ағамыздың ақ дастарханына неке баршаңыздың басыңызды біріктіріп ауызашар беріп жатыр. Ағамыз мінеке кіші қажылыққа барып келіп жатыр екен. Алла қабыл етсін. Бүгін туған күн екен. Ағамыздың жасы құтты болсын деген келеді. Ал баршаңызға Алланың қуанышы мен берекесін тілеймін. Бүгінгі ұстаған оразаларыңыз Алла қабыл етсін, сауапқа қылып жазсын. Енді мен бір кішкене 5 минут үзіліс берейін, жақсылап асықпай отырып тамақтарыңды жеп алыңыздар. Содан кейін бастаймыз, рұқсат болса. Ал енді кеш жарық тағы да сіздерге ассалаумағалейкум. Құрметті әлеумет, қадірлі ағайындар, алыстан жақыннан келіп жатқан бауырлар, бүгін ұлыстың ұлы күні, әз наурызымыз, амал мерекеміз құтты болсын, жыл жақсылығымен келсін, ақ мол болсын. Әрине көктеміміздің шырайлы жаңа жыл басталып жатыр, мінеке күллі мұсылман даласына. Мінеке соған орай бүгін жаңа қаулеті, соның ішінде міне бүгін Сейқ ағамыздың, Алмагүл жеңешеміздің ағайынның басын біріктіріп, баршаңызға мінеке ауызашар беріп жатыр. Алла қабыл етсін, Алла сауапқа жазсын. Және де мінеке Сейқ ағамыз және қызы қарындасымыз Айгүл кіші қажылыққа барып келіп жатыр. Қажылығында Алла қабыл еткей. Онымен қатар мінеке ағамның мерейтойы 65 жасқа толып жатыр екен. Жасы құтты болсын. Шығып жатқан жасың берекелі болсын аға. Бала шағаңның қызығын көре бер. Енді міне садақаңды сауыңда бер дейді ғой. Садақа жолыңда ашады дейді. 70 түрлі бәледен қорғайды дейді. Беріп жатқан, Алла разылығы үшін беріп жатқан садақаңыз Алла қабыл етсін. Енді Сейқ аға рұқсат болса менің мына жерге қасыма келсеңіз жақсы болады. Дауысың әдемі естіледі екен. Жеңешем екеуіңіз келе қойың мынақа. Микрофонды өзіңе берейін. Мынау келген қонақтарымызға рахметімізді айтып, қош келдіміз айтайық. Ал енді жамағат, ағайын тума, көрші көлем, құда жекжат, мынаяқта сол жағына құрдастары бар. Ал енді бүгінгі сол ана жағына қош келдіңдер. Ал енді мына қонақтар осы енді сол ана бүгінгі отырыс оразаның кезінде солға бір жағы ауызашар, бір жағы жаңағы кеше жағы неге барып қайтқанбыз сол кіші қажылыққа. Сол кезде бір айтылған садақа, сол бұратала садақасын беріп, сол енді мына жерде бір құрдастарым да осы жерде бұратала көрісіп қалсын деп олардың да бәрінің басын қосып жатыр. Сол енді мына балдар енді папа бүгін сенің анажа туған күнің ғой, соның бәрін осы күнге ұйымдастырайық деп, сол сіздерге
сол алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Бәріңізге де жұғысты болсын. Сол садақаларымыз қабыл болсын. Құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Бүгінгі ауыз ашып жатқан жамағат оразаларың қабыл болсын. Ораза айында тілеген дұға тілектерің барлығын қабыл болсын. Оразамыз қабыл болсын. Ал барлықтарыңа тек денсаулық тілеймін. Ал жеңеше, жаңалықтарың құтты болсын. Енді азаматыңыздың бүгін туған күні екен, жасына жас қосыла берсін. Ағам екеуіңіз қол ұстасып қызықты көре беріңдер. Ұлыңыз ұяға, қызыңыз қияға қона берсін. Немере сүйіп, шөбере сүйіп, солардың ортасында үлкен бәйтерек ақсақалды ата, ақсамайлы әже болып жүре беріңіз. Алла тағала сіздерге берері мол болсын. Ал енді өздеріңізде қош келдіңіздер. Енді қай столға отырам десеңіздер де еркілерің өздеріңде. Енді қымбатты ағайын, болса ағайының сақадай, болса ағайының алтын жағадай, болса ағайының алтын тағадай дейді. Енді бұл жерде томаластардың ақ лебізін тыңдайық. Рұқсат болса, мен енді ауылдың үлкендері деп мына бірінші столдан бастағым келіп отыр. Ал микрофонды өзім сіздерге апарып берем. Сәлем бердік апа, қош келдіңіз. Жаңылыңыз құтты болсын. Енді мынау бір ауыз дастарханның басында отырып, бір тілегіңізді білдіріп отырсаңыз. Сосын бір отырып сөйлей беріңіз апа, отырып сөйлей беріңіз. Бір өтінішім бар. Мына жақтаға келген ағайын кім анағы сөйлеп отыр демеу үшін өзіңізді бір айтып кетсеңіз. Алда тағаланың берген жасын жасай бер. Алма гүлекең ұзақ өмір сүріңдер. Бала шағаң, немерең, шөберең, жиендерің аман болсын. Тек денің сау болсын. Бәрі де алда тағаланың тек өзі тек қамқор болсын. Әкем мен жеңешемде желеп ата-бабалар жатқан шығар. Бәріне де тек жақсылық болсын. Заманымыз тыныш болсын, аман болайық. Жылдан жылға тек жете бер. Алма гүлмен ұзақ өмір сүр. Ал Салқан балама туған күнің де құтты болсын. Жаңағы кіші қажылыққа барғанда құтты болсын. Дендерің сау болсын. Аман бол енді. Жастан жасқа шыға бер. Біз тойлай берейік. Ассалаумағалейкум. Бажок, мен ұрым жеменей кедеймін. Мұна қажылыққа барып келген жігіттің бажасымын. Барып келген қажылығың қабыл болсын. Жағып атқан жасың да меней жас 65 жас деген оңай шаруа емес. Оң болсын, дастарханың тойға жайылсын, мерекелі осындай шаруаның басында. Жолдастарының ағайын томаң арасында жарқырап өмір сүре беруін Аллам нәсіп етсін. Бүгінгі жиналған ағайындар Сиқ, Алмагүл, Айгүл, Әсет, Самат, Ғабит, Жазира, Айдана. Папаңыздың мен Айгүлдің барып келген қажылығы оңынан болсын деймін. Дендері сау болсын, шабаққан жасы құтты болсын деймін. Алланың берген жасын жасай берсін. Садақаңыз қабыл болсын, аузы шарда оңынан болсын деймін. Амалдан амалға аман есен жете берелік. Үйлеріңіз өттік той болсын. Балдарыңыздың ұрпақтарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Той-тойға жалғассын. Ассалаумағалейкум, көпшілік, жамағат. Бүгін біздің ағамыз, мен енді өзім атым Науыбет, Қожанның інісімін. Бүгін енді мына біздің дастарханымызға қош келдіңдер. Ожекең бірінші мұсылманның 5 парызының бірі кіші қажылыққа барып орындап келді. Оның бір жағында енді ораза айында бүгін туған күні өзінің осы мына балдардың енді ұйымдастыруы. Осы өзі айтып жатыр, туған күнінде осы бір мал садақа айтқан екен, жол жүріп барады. Сол садақасы есебінде жақын жоғын маластарын, бастастарын, көршілерін шақырып осындай бір дастархан беріп жатыр екен.
қабыл болсын Ожеке, бәрі де оң болсын. Туған күнің құтты болсын. Мына көрінген қолпаштап жүрген балаларың аман болсын. Осылардың қызығын көре бер. Немере шөбере көре бер. Алмагүл екеуің. Ортасында жүре берің, бір бәйтерек болып ағамыз. Ассалаумағалейкум жамағат. Атым Маулет. Ожекеңнің інісімін. Ожеке, қажылығың қабыл болсын. Туған күнің құтты болсын. Жастан жасқа шыға бер, жеңгең екеуміз аман сау болыңыз. Ожеке, Алмагүл жеңеше, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жаңағы ымыра қажылықтарың бәрі қабыл болсын. Ораза айы деп жатырмыз, осы айтылып жатқан жақсы тілектердің бәріне қосыламыз. Жылдан жылға тек аманшылықта, саушылықта, тек ораза айынан ораза айына жете берейік. Ожеке екеуің қалқиып бала шағаның ортасында қызықтап отыра беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мынау енді бүгінгі болып жатқан аузашар, үлкен кіші қажылыққа барып, ағамыздың қарындасымызбен орындап келген парыздар қабыл болсын. Енді аға, Алланың нұры жаусын. Қасиетті Медина Мекке жерінде басқан қадамыңыздың бәрі Алла кешіріп, дұға тілектердің бәрі қабыл болсын. Енді келесте жеңшемді алып барыңыз. Ассалаумағалейкум жамағат. Барлықтарыңызды мына қасиетті ораза күнде оразаларың қабыл болсын. Амал көрісу құтты болсын. Ожеке, жасың құтты болсын. Жастан жасқа шыға бер. Денің сау болсын. Ең бастысы бала шағаң қызын көр, жапырағың жайда берсін. Жеңгем екеуің жүре беріңдер осында. Ортада үлкен бәйтерек болып. Тойың той қыласын, садақаң қабыл болсын. Жақсы, енді қадірменді бауырлар, мына Сейқ ағамыздың ақ дастарханында отырған жақсылар, әрине енді сіздерге бір кішкене азғантай өзімнің бір өтінішім бар еді. Бұл жерде енді сіздердің бастарыңыз ауыртпайын деп біз музыканы алдырып тастадық. Отырып келген ағайын жақсы ақ тілегін айтсын, батасын берсін деген ниет қой. Бірақ енді үлкен кісілер сөйлеп жатқан кезде мына төменгі жақтағы бауырлар, сендерден бір сұрайтын өтінішім, бір сөз тыңдап отырсаңыздар. Тыңдағанның өзі сауап болады, бауырлар. Сол сөйтпен келген ағайын жайлап отырып сөз тыңдап, келесі өздеріңізге де кезек келген кезде жақсы тілектеріңізді айтасыздар. Мына ілгеріде осындай ақ дастарханның басында Сейқ аға бақыт, байлық, денсаулық, білім, қадір дейтін әкелеріміз әңгіме айтып отыр дейді тойдың төрінде. Біраз әңгіме айтып болғаннан кейін қоштасатын сәт келіп, жаңағы ағаларымыз бір-біріне қарап, ай азаматтар, жақсы әңгіме айтылды ғой. Енді қайда кездесеміз осыдан кейін? Қай жерлерде өйстіп отыра аламыз, қай жерде өйстіп басымызды қосып қауышамыз деген екен. Сонда бақыт ағамыз бенен байлық ағамыз. Қай жерде бірлік, қай жерде ынтымақ, қай жерде тату, қай жерде шаттық бар, қай жерде қуаныш бар, қай жерде бірлік бар, қай жерде мейірім бар. Сол жерлердің барлығында бақыт пен байлық бірге жүреді деген екен. Сонда денсаулық тұрып айтады дейді, адамның баласы өзінің денсаулығын қай жерге барып күтеді? Ол больницаға барып күте ма, басқа жерлерге барып күте ма? Мен солармен бірге боламын деген екен. Сонда білім айтады дейді, мен дана кісілердің, білімді адамдардың қасында көбіне жүремін. Нағыз мені тапқыларың келсе, мен кітапхана қабырғаларынан, мектеп қабырғаларынан іздеп табасыңыз деп жаңағы білім ағамыз өзінің қайда жүретінін айтып жатырса, ішінде тек қана біреуі Қадыр үндемей қалған екен дейді. Сонда төртеуі бір ауыздан сұрайды дейді, Қадыр, неге өзіңнің қайда болатыныңды айтпадың деп. Сонда Қадыр айтқан екен, мені жоғалтып алған адам қайтадан мені таба алмайды деген екен. Сол сияқты қамшының сабында 5 күн тіршілікте бір-біріміздің қадірімізді білейік, бір-бірімізді қадірлейік. Қасиетті айлардың сұлтаны 1000 айдан артық. Қасиетті Рамазан айында Алла тағала айтады, мен жындарды шынжырлаймын дейді. Осы айда көп деген сауаптар болады. Сол сауаптардан құр қалмаңыз дейді. Мына ардақты пайғамбарымыз екі дүнияның сардары болған
Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам осындай бір жұмада үлкен бір мешітте отырып құтпа оқитын кезде мінберге шыққан екен дейді. Сонда мінберге шығып баратырып 3 мәрте әумин, екінші аяғын қойған кезде әумин, үшінші аяғын қойған кезде әумин деген екен. Намаз аяқталып, баяғы жұма тарағаннан кейін сахабалар қалып сұрайды дейді: "О Расулалла, жаңа сіз осы жерде мінберге шығып баратырып 3 мәрте әумин деп айттыңыз ғой. Сонда осы мінберге шығатын азаматтың барлығы әумин деп айту міндетті ма?" деп сұрақ қойған екен. Сонда жаңа пайғамбарымыз айтады дейді: "Жоқ, мен мына оң аяғымды бірінші баспалдаққа қойған кезде оң жағымнан Жәбірейіл періште келіп құлағыма сыбырлады" дейді. Қасиетті Рамазан айы келген кезде, осы Рамазан айында күнәсі кешірілмейтін мұсылман болса, онда ол мына мұрнымен жерді сүзсін деген кезде мен қабыл алдым әумин деп деген екен. Екінші мәрте сол аяғымды қойған кезде айтты дейді: "Ата-анасы бола тұра, ата-анасының разылығын алмайтын мұсылман болса, ата-анасының разылығын алмайтын пенде болса, мына мұрнымен жерді сүзсін деген кезде мен екінші мәрте әумин деп қабыл алдым" деген екен. Үшінші аяғымды қойып жамағатқа қарап тұрған кезде айтты дейді: "Пайғамбарға салауат айтпайтын мұсылман болса, мына мұрнымен жерді сүзсін деген кезде мен әумин деп қабыл алдым" деген екен. Сол сияқты қадірлі ағайындар, пайғамбарға салауат айтайық, Аллаға мадақтау айтайық. Мына мұсылманның 5 парызы, оның ең оңайы, ең тілге жеңілі ла илаха илаллах Мұхаммед Расулуллах, ең жеңілі де, ең оңайы да. Оны кез келген жерде айтуға болады. Екіншісі бұл, әрине бұл қасиетті Рамазан айында міне 30 күн ораза ұстау кез келген адамға бұйырмайды. Ол оңай нәрсе емес. Мінекей сол барлық уақыттарыңызды бөліп азаннан кешке дейін аш жүргеннің өзіне Алла тағала өздеріңізге сауап қылып жазады. Айтады екен Алла тағала: "Оразаны сендер ұстаңдар, сауабын өзім берем" деген екен. Әрине ол намаз оқу кез келген адамға бұйырмайды. Ода 5 уақыт намазы 24 сағаттың ішінде 5 рет Алламен кездесіп, кез келген нәрсеңді сұрап алуға болады дейді. Ал енді төртіншісі ол, әрине жағдайың жетіп жатса, қасыңдағы ағайынға, тумаласқа көмектескенге не жетсін? Садақа беру дейді. Ал садақа беру ол адамды 70 түрлі бәледен қорғайды. Ал енді бесіншісі ол ағамыздың мінекей үлкен қажылығын атап жатыр екен. Алла нәсіп етсе аға, үлкен қажылықты да атқаруға нәсіп етсін. Енді мына жерде мамам келіп қалып еді, сол кісіге бір сөз берейін, сосын құрдастарға микрофонда келіп берермін. Апа, қош келдіңіз. Сіз кішкене орны қап алсын деп әңгіме айтып жатқаным ғой. Құрметті құдағайлар, енді мына талаптарың оң болсын, жасың да құтты болсын. Меккеге барып келдің, айтқан садақаң қабыл болсын. Өмір жастарың ұзақ, құдағаймен қол ұстасып жүре бер. Ағайын тума, туыс, жекжат, жүрият, бәрінің арасында 65 деген әлі жас қой. 65 деген баланың жасы. Өмір берсін, денсаулық берсін, барлығыңа да. Еліміз бейбіт болсын, тыныштық болсын, нанымыз көп болсын, арзаншылық болсын, Құдай. Басты көл болсын, басымыз аман, деніміз сау, күліп ойнап, гүлдей жайнап, осы жердің ішінде жүре берің. Қабыл болсын, ал енді мына беріп атқан садақаң. Сау болыңыз, сіздер де аман жүріңіз. Ал енді осы жерде Сейх ағамның қанды көйлек құрдастары, достары келіп отыр. Ағалар, қош келдіңіздер. Кімге берейін бірінші? Бәріңіз ұлысты ұлы күні құтты болсын деп құттықтаймын. Жыл сайын осылай еліміз тыныш болып, басымыз аман болып, басымыз осылай қосылып, көрісу, амал, мейрамда құтты болсын. Сонымен қатар оразда тұтынушылар оразаларын қабыл болсын. Енді бүгін үлкен тойдың несі, үлкен кейіпкері біздің құрдасымыз Сыйықтың, Ожанның, Әрсемтер әулетінің үлкен тойы құтты болсын. Осылай тек дендің сау болып, арамызда күліп ойнап, шапқылап жүре берсін.
немерелері мен шөберелерінің қызығын көріп, ары қарай тек өмірдің қызықты өмір жалғаса берсін. Ал бәрінің де денсаулығы сау болсын. Ассалаумағалейкум, көпші қауым. Бүгін мына біздің өзіміздің сыныптас, құрдас дейміз. Сыйықтың бүгін туған күні екен, жасы құтты болсын. Сосын жаңа естіп отырмыз, қажыға барып келді деп. Ол талабы да құтты болсын, оңынан болсын деймін. Енді қалған жерде енді аманшылықта осы мына ораза ұстап отқан құрдастарымның арасында, ағайын туманың арасында бар деп, оны да себеп қылып, осы ауыз ашарды беріп отқанына қабыл болсын деймін. Ал енді жастан жасқа жете бер, бала-шағаларың қызығын көр, немерелеріңіз үлкен азамат болып шөбере сүйгізсін. Сөйтіп балдардың немере шөберелердің арасында шалқып, қосақтарыңмен қосағарып жүре беріңдер. Ассалаумағалейкум жамағат. Енді баршаңызға оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін енді мынау мен сыйық бөлімнің жасап жатқан садақасы да қабыл болсын. Жасыңда шығып жатқан жасың да құтты болсын. Жастан жасқа шыға бер, Алла тағаланың берген жасын жасай бер. Сіздерге тек дендеріңізге саулық, жастарыңа аманшылық, мына өсіп жатқан аттағы бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, аман есен осы орталарымызда жарқырап жүре берің дегім келеді. Бәрі де қабыл болсын, оң болсын. Жаңағы неге қажылыққа барып келіп жатсың, қажы атанып жатсың, оған да құтты болсын, бәрі де оң болсын. Осы жақсы не ғой, Сәке, бірінші туған құтты болсын, денің сау болсын. Енді 65 жас деген әлі жас жігітсің. Жаңағы Ғалымжан ағамыз біздің әлі 65 емес, 47 екенбізді қояды. Енді талай Құдайдың берген жасын жасай бер. Бүгін енді ауыз ашар деп жатсың, омыра барып садақа бересің, бәрі қабыл болсын, басама дені сау болып, аманшылықта болсын. Енді Алмаулекіңіз өмірдің қызығын көріп баста, талай әлді көре беріңдер, тамыр тереңдеп жапырақ жайылып, жапырақтың ақ көлеңкеде екі өң емес бізді шақырып, құрдастармен қауқып отыра берейік. Ал аманшылықта енді сіздің ана жаққа салып келген сәтті жолыңыз бізге де бұйырсын, каким тоғы бұрсын. Бұйырсын, бірден 80-ге дейін бұйырады ғой, сосын көреміз ар жағын. Жақсы, рахмет, ал бұң болсын, сауапқа бәрді. Жастар, құрдас, шығып жатқан жасыңыз құтты болсын, тек жастан жасқа шыға бер, денің сау болсын. Беріп жатқан жаңа ауылдастарың да қабыл болсын. Қажылыққа барып келіп жатсың, қажылығың да құтты болсын. Тек денсаулық деймін, осындай тек құрдастарының арасында тек күліп ойнап жүре бер. Біздер класстастарымыз, бірге оқыған бірінші класстан бастап. Сәке, Алмагүл, мына бүгінгі қасиетті айлардың сұлтаны Рамазан айында бас қосып жатырмыз. Ифтар садақа дейді, ауыз ашар дейді. Біздер қазақ болсын, түркі тілдес болсын, мұсылман болғанымызға мың мәрте Алла тағалаға рахмет айтуымыз керек, мұсылман болып туғанымызға. Алла тағалаға мойын бұрып, қаншама адамдар бүгінгі таңда өзін сәріден бастап осы кешкі ауыз ашарға дейінгі Алла тағалаға жасап жатқан құлшылықтары. Сондықтан да мен құрдастарымның ішінде мешітке алып барған жігіттер де отыр, міне қасымда. Арттан өзге айтып беремін.
Құрдастармен ойнаймыз ғой. Енді мына достарыма айтатыным, қасиетті Рамазанның айының жаңа інім айтып кетті ғой, үлкен сауабы мықты, Алла тағала ол көріп тұр. Жоғарыдан бастап анау шайтандардың бәрін жауып бекітіп, жер бетіне тек қана рызық, жақсылық, денсаулық, соның бәрін жіберіп жатыр. Біз Алла тағалаға не істеп жатырмыз? Мәселе сода. Алла тағалаға біз құлшылық жасауымыз керек. 5 уақыт намаз парыз, садақа беру парыз. Жаңағы інім айтып кетті, жолын болғысы келіп жүрген адамдар болса, ля иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах, Алла тағалаға салауат көп айту керек күніне. Әрдайым салауат айту керек. Алла тағала пайғамбарға салауат айтқан адамды өзінің құлын жақсы көреді. Енді мына қасиетті Құранның Әнбия сүресі бар. Сол Әнбия сүресінің 35-ші аятында айтады, Алла тағаланың сөзі бар, мына құрдастарым айтқым келеді. Мен әрбір жаны бар адамның түбінде өлімнің дәмін татырам дейді. Мен сіздерді жақсылықпен де, жамандықпен де сынаймын дейді. Бірақ түбі менің құзырыма кейін қайтасың дейді. Алла тағаламен қауышатын күн бар. Сондықтан да уақытты өткізіп алмауымыз керек, құрдастар. Шама келсе 5 уақыт намазға бет бұрыс жасауымыз керек. Сақал ақшаш бәрімізге түсті, иншалла. Бәрімізді касается, орысша айтқанда. Сәке, енді сен біздің арамыздан Ғани бірінші умраға барып келді. Енді өзің барып атсың, жанына құрдасымыз барып келді умраға кеше. Алла тағала нәсіп етіп жатыр, жолдарыңды ашып жатыр. Енді мен бұл жерде Сәкеңе рахмет айтқым келмейді. Біздің Айгүл қызымыз қайда? Айгүл қызымыз. Айгүл қызыма рахмет айтқым келеді. Папасын Айгүл, айналайын. Айгүл қайда? Айгүлге рахмет айтқым келеді. Папасын жетектеп, жол көрсетіп, умраға апарып, енді мамасы бармай қалды, денсаулығына байланысты. Сол папасын апарып келгенге 1000, 10 000, 20 000, 100 000 сауап өзіңе жазылады, иншалла. Алла тағала жолың ашылсын, айналайын. Болашағың жарқын болсын. Папа ретінде, аға ретінде мен айтам, бүгін осы ифтарда отырмыз бәрімізде. Сол дұға тілектері қабыл болып, жолың ашылып, денсаулығың жақсы болып, тойға келейік біздер. Сәке, сенде енді умрадан кейін үлкен қажылыққа бару Алла тағала нәсіп етсін. Сізге еріп бізде барайық. Бүгінгі беріліп жатқан ас, бүгінгі беріліп жатқан садақа, ауызашар қабыл болсын. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Осы дос жарандармен бәріміз бірге отырып, әрдайым осындай мерекелерде бірге болайық табын. Рахмет сізге. Ағалар сөйлей ме? Құрметті көпшілік қауым, Сәке, сапарың оң болсын, барып келген. Беріп жатқан садақаң қабыл болсын. Жасың да құтты болсын. Құрдастарың ішінде отсын шалқайып. Басың аман, денің сау болып, Алланың берген жасын жасап, немере шөберелеріңді қызықтап, ортамызда жүре бер. Амандықта, саулықта болайық бәріміз. Басымыз аман, деніміз сау болып, осындай басқосуларда кездесе берейік, ағдасыр. Ал жақсы, Сәке, құда енді қажылық барып келдіңіз жатсыңыз, құтты болсын, оң болсын, садақада қабыл болсын. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Өстіп, басшы болып алдарыңызда жүре беріңіз, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Аман болайық, бүгінгі жасыңызда құтты болсын. Жақсы ағалар, сау болыңдар, аман жүріңіздер, ниеттеріңді қабыл етсін, мұраттарың асыл болсын. Ғалымжан аға, Алла айтылған тілегің қабыл болғай. Үлкеннен бота қалғанша бата қалсын дейді. Жаңағы айтып жатқан сөзіңнің барлығы да рас. Сол беріп жатқан ақ батаң қабыл болғай. Енді рұқсат болса, мен ағамның інілері келіп отыр екен. Қазақта бір жақсы сөз бар: ініні кіші демеңдер, ақылы ассы аға қой, асықты сүйек демеңдер, қорғасын қойсаң сақа қой дейді. Осы жерде енді сақадай азаматтар бар екен. Ағам осы жерде отырып тыңдай беріңіз, мен өзім барайын сол жаққа. Ал осы інілердің дастарханынан жігіттер, денің сау болсын, жаның аман болсын. Ал оразалар қабыл болсын. Қонақтар береке тілейтінім жақсылық,
ауылдарда той болсын. Сол айтайын. Ассалаумағалейкум ағайын. Бекжан. Мен Сейқ ағамыздың інісімін, немере. Атым Қасымбат. Ал Қожеке, мына беріп жатқан садақаңыз бірінші қабыл болсын. Шығып жатқан жасыңыз құтты болсын. Тек қана жақсылықтар бола берсін деп айтқым келеді. Жақында мына қажылыққа барып келіп жатсыңыз. Бұл да бір үлкен шаруа ғой, 5 парыздың бірі. Бәрі де қабыл болсын. Осы жерде отырған жамағат бәріңізге де мына келіп жатқан амал мерекесі құтты болсын. Тек жақсылықтар дастарханымызда бола берсін деп айтқым келеді. Құрметті қонақтар, алдына жасыңыз құтты болсын біріншіден. Жасап отқан садақаңыз, ауызашарыңыз сізге сауап болып дейсін. Тек аман болыңыз, денеміз сау болсын, тек осы арамызда жарқырап, тек асқақтау болып жүре беріңіз арамызда. Ал аман болайық, денеміз сау болсын, тойлағанымыз той болсын. Тек аманшылықта амалдан амалға жете берейік деген. Жақсы, мен енді сол ағаларымның атынан жақсы бір әңгіме айтып берейін. Енді мына жалпы жақсы сөз дейтін, жақсы сөйлеудің өзі де үлкен бір сауапты іс қой. Мына тыңдап отырған азаматтар, мына сіздерге де бір айтайын дегенім, әрбір айтылып отырған сөздің бір келген кезде бір әумин деп қабыл алып отырсаңыздар ішіңізден. Мына Алла тағала дейді, сіздердің бұл фанидегі біліп білмей жасаған азды күнәларыңызды кешіріп отырады екен. Көрдіңіз ба? Біз қандай сауап алып отырық қазір мысалға. Тек қана шай тамақ ішіп отырғанымыз емес, тыңдап әумин дегеннің өзі сіздерге сауап болады. Себебі ертеңгі күні ақыретте осыны неге айтпадың деп сұраламын да одан. Сол сәт мен айту менің міндетім, бірақ ары қарай сіздер қабыл аласыз ба, алмайсыз ба, оны өздерің білесіңдер. Енді дегенменен кейбір азаматтарға, әсіресе құрдастарыма, неге намаз оқымайсыңыз десем, әлі жаспыз ғой, пенсияға шыққасын оқимыз ғой дейді. Қандай гарантия біз пенсияға шығамыз? Сол емес пе? Сол себептен Алла тағала ананың құрсағында жатқан кезде мына маңдайымызға, пішенемізге жазылады екен 4 сызық. Кім болып туыласың, атың кім болады, қай жерде өмірге келесің, қай жерде сен жерленесің, неше бала шағаң болады, тағдырың қандай болады, өмірің қандай болады, бәрі маңдайға жазылып тұрады екен. Мына адам бұл өмірден өткен кезде жаңағы Алланың құзырына қайтты деп айту керек екен. Өлді деп айтуға болмайды екен негізі. Адамның рухы еш уақытта өлмейді. Адамның 4 өмірі болады. Ол ананың құрсағындағы өмір, қазіргі мына жер басып жүрген фани өмір, қабырдағы өмір, ол қабырдағы өмір, осы істеген барлық жақсылығымыз, жамандығымыздың барлығы міне оң жағымыз, сол жағымызда жазылып жатыр. Соның барлығына біз түгелдей жауап береміз. Ал енді фани өмір ол барзақ әлемінде болады. Мен енді кішкене бір азғантай жақсы бір әңгіме айтып берейін деп тұрмын. Ілгерде бір патша, 40 жыл елді билеген патша, бір күні өзінің жақсы көретін уәзірі болған екен дейді. Үнемі сонымен ақылдасады екен шешім қабылдайтын кезде. Ең соңғы шешімді өзі қояды ғой. Бірақ сол уәзірімнің жаңағы айту бойынша шешім қабылдайды екен. Бір күні сол уәзірін сарайына шақырып айтады дейді. Мен 40 жыл биледім, саған 3 сұрағым бар. Егер осы 3 сұрағыма жауап беретін болсаң, астымдағы тағымды берем. Байлығымның жартысын бөліп берем, қызымды саған қалыңдыққа берем деген екен. Сонда 3 сұраққа егерде жауап бере алмайтын болсаң, онда сенің желкеңдегі басыңды алам деген екен. Сонан уәзір жарайды, жақсы деп келіседі. Бірақ айтады, мен сенің сұрағыңа бірден жауап бермеймін, 3 күн уақыт бересің дейді. Сонда бірінші қойған сұрағы: өмірдегі ең үлкен шындық деген не деген екен? Бірінші қойған сұрақ.
Екінші қойған сұрақ, өмірдегі ең үлкен өтірік не деген екен? Сосын үшінші сұрағы, адам баласы тұнау биік мақсатқа қалай жетеді деп сұрақ қойған екен. Сонда жаңағы уәзір кітаптан қарайды, білгіштерден сұрайды, анадан сұрайды, мынадан сұрайды, таба алмайды. Үшінші күні таң намазын оқып, маған бүйтіп алған байлықтан не пайда, патшалықтан не пайда, оның берген қызынан не пайда, басым кетейін деп тұр ғой деп, атына мініп алып, патшадан қашады. Бір күн шабады, екі күн шабады, атта зорығады. Бір кешке қарай күн бата таудың баурайына келіп, талдың астына атын байлап, қасына ұйықтап кетеді. Таңертең сол жерде қой жайып жүрген бір қойшы ағамыз малды шығарып, жаңағы атты көреді, әдемі сәйгүлік, әдемі киімі бар жаңағы бір ер азамат ұйықтап отыр қасында. Бұл жайдан жүрген адам емес қой деп, жаңағы қойшы қасына барып, ұйықтап отырған жаңағы уәзірді оятады. Неғып жүрсің бұл жерде деп. Менен басқа бұл жерде адам жоқ. Сонда жаңағы уәзірдің айтады, мен солай патшадан қашып баратырмын деп. Сосын сұрайды ғой, не үшін қашып баратсың, қандай мақсатпен қашып баратсың, қашатындай не болды дейді. Сонда айтады, мен тонау білгіштерден сұрап, кітаптардан қарап таба алмадым, оны сен айдада қой жайып жүрген, сен не білесің? Қойшы деп жаңа қолын бір сілтейді. Сонда айтады, жауың болса да менмін, сырласың болса да менмін, осы жерде досың болса да менмін. Айт, пайдаңа жарармын, болмаса үндемей кете берерсің деп. Сонан жаңаға мейлі айтсам айтайыншы деп жаңаға сұрақты қояды. Патша дейді, маған мынандай сұрақ қойды дейді. Өмірдегі ең үлкен шындық не деген кезде жаңа қойшы күліп, осыны да білмедің ба дейді ғой. Сонда не деген кезде айтады, өмірдегі ең үлкен шындық ол өлім дейді. Рас қой, ақиқат қой. Ол саған да келеді, маған да келеді, оған да келеді, бәрімізге келеді. Ешкім одан қашып құтыла алмайды дейді. Бұл шындық дейді. Сонда жаңа уәзір жылайды ғой. Мен осынша уақыт өмір сүрген, соны нағып білмедім деп жылайды. Сонан жаңа көзін жасын сүртіп отырып, екінші сұрағын қояды. Маған патша өмірдегі ең үлкен өтірік не деген сұрақ қойды, мен таппадым дейді. Сонда қойшы күл жіберіп айтады, бұны да сен білмедің ба дейді. Бұл фәни өмір, мына жалған өмір. Жинаған дүнияң да қалады, малың да қалады, атақ абыройың да қалады, досың да, құрбың да қалады, бауырларың да қалады, бала шағаң да қалады. Ешкім қалмайды дейді. Бұл өтірік болып қалады дейді. Бір уақытта мен сондай болдым деген ешкім сенбейді дейді. Сонда жаңағы уәзір үшінші сұраққа көшеді. Онда мына сұраққа жауап берші дейді. Адам баласы биік мақсатқа қалай жетеді деген кезде қойшы ойланып тұрады, айтады, мен бұл сұрақты білем, бірақ саған айтпайын дейді. Сонда жаңағы уәзір жалынады. Мен саған ертең патшалыққа отырамын, қасыма сені оң қолым қылып алам, ана байлықтың бәрін саған берем. Сен ертең қойшы емессің, үлкен азамат қылып сені мен өсірем дейді. Сонда қойшы қызықпайды. Жоқ, маған сенің байлығың да керек емес, дәрежең де керек емес, менің осы өміріме шүкір ризамын деп. Сосын жаңағы уәзір қоймағасын жалынып, қойшы талап қояды. Менің бір-ақ талабымды орындасаң, мен үшінші сұраққа жауап берем дейді. Сонда қандай талап деген айтады, ана менің итімді көрдің ғой дейді. Ит аяқтан тамақ жеп атқан. Сонымен отырып тамақ жесең, мен саған үшінші сұраққа жауап берем дейді. Сонда жаңағы білдеймін, премьер-министр ғой бұл айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда. Ана бүткіл атақ абыройын тастап, итпен отырып тамақ жейді жаңағы жауапты білу үшін. Сонда жаңағы қойшы айтады, көрдің бе дейді, сен тонау биікке жету үшін дейді, мына биік басыңды салбыратып, жануармен отырып тамақ жеп отырсың, ана биікке жету үшін дейді. Сол сияқты қымбатты ағайындар, адам баласы алдына қандай мақсат қойса, оны орындауға болады екен. Бүгін енді сол аға мақсаттарың орындала берсін. Енді әрине жаңа ғалым ағамды айтып отыр ғой, бұл қажылыққа бару кезгеніңе бұйырмайды дейді. Сол себептен Алла нәсіп етсе, артыңыздағы ұрпақтарыңыз салиқалы ұрпақ болсын. Өзіңіз сияқты тақуалы азаматтар артыңыздан ере берсін. Енді мына столда отқан жеңгелерімізге, ағаларым, жолдастары бар шығар.
Осы столға бір тілек беріп жіберейін. Денің сау болсын әр уақытта да. Бүгінгі жасалып жатқан садақаларың қабыл болсын Алмагүл. Екеуіңе де. Енді інімнің айтқаны көп затты ойландырып отыр. Енді дұрыс. Енді 65 жас дейді ғой, бірақ әйел адамға енді көп жас енді 65 деген енді. Ер адамға енді жастау ғой енді. Сондықтан саған әрдақ айтарым, денің сау болсын. Әр уақытта да қасымызда күліп ойнап бірге өскен доссың ғой. Сол достығымыз айырылмасын, аузымыз бір болып, аман есен жүрейік. Жан жағымыз аман болсын. Ал жақсы. Құрметті жамағат. Мынау бүгін біздің сыйық досымыз бәріміздің басымызды қосып, мынау амал қасиетті амал күні туған күнім деп, ауыз ашар деп, кеше кіші қажылыққа барып келген, және бәріміздің басымызды қосып көрістіріп жатыр ғой енді. Бәрі де оңынан болсын. Сыйық. Ал жасың құтты болсын. Жастан жасқа шыға бер. Кешенде Айгүл қызымыздың арқасында, Айгүлжан, бұл сауап жинап жатсың. Алла разы болсын саған. Ата-анаңа көрсетіп жатқан құрметің. Енді папаңа жол көрсетіп барып келіп жатсың. Құтты болсын. Үлкен қажылық нәсіп етсін. Бұл бұндай күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Қабыл етке Алла тағала тек. Ал енді ауыз ашар сап, мол сауап жинап жатсың. Оған да Алла разы болсын дегім келеді. Тек денің сау болып, Алмагүлменен бала шағаңды қызықтап, ортамызда осылай шалқып тасып, күліп ойнап жүре бер. Денің сау болсын. Барша осы отырған жамағат баршаңа да мынау амал мерекесі құтты болсын дегім келеді. Оразамызда қабыл болсын дегім келеді. Бар оразадан оразаға, амалдан амалға аман есен жетіп, осылай денсаулықтың арқасында жүре берейік, аман болайық, деніміз сау болсын. Ал Сыйық Алмагүл, рахмет сендерге. Ал жақсы енді. Бүгін басымызды қосып жатқан екенбіз. Менің жолдасым бүгін ауырып қалып келмей жатыр. Сонда менің қосарым Сыйық құрдас 40 жылдың үстінде бірге жүріп келе жатырмыз. Сонда менің байқағаным бірлік тірліктің арқасында, қасында ақжаулығының арқасында осындай жетістікке жетіп жатырсың, бақытты жансың. Ендігі тілейтінім қашанда аман жүр, Алмагүлмен бірге қызықтың бәрін қызықтауға жазсын. Ал жақсы, құрметті жамағат, біздің көкемнің жайып жатқан дастарханына қош келдіңіз деп айта алам. Себебі біздер енді көкемен жақынырақпыз. Көршіміз 30 жылдан бері. Алмагүлмен көкеме не айтсақ та, қандай мақтау марапат айтсақ та бәрі орынды, жарасат өздеріне. Көкем деген ақ көңіл адам, биыл қажылықтан келгесін қарындасым деп өзі келіп көрісті маған. Ондай көке кімде бар? Тек менде бар. Алмагүл сірә енді ағасына өзі жүгіріп келіп көрсе береді ғой. Сол айтқан енді көке қажылығыңыз құтты болсын, жасыңыз да құтты болсын, балапандарыңызды қызықтап, Алмагүлменен қол ұстасып, солардың рахатын көріңіз. Айгүлге рахмет айтып жатыр ғой, Айгүлжан, сауапты мол жинадың деп жатыр. Құтты болсын жаным. Бір қыз болсаң да 1000 қызға татисың, Құдайдың берген балапаны. Енді сенің тойыңда бәріміз басымызды қосып,
періште әумин деп сол күндерге жетейік Алмагүл. Барлығыңызға да ораза қабыл болсын, жақсы күндеріміз көп болсын, көкем 100 жасасын. Нағашеке, жеңеше, Алланың жолына беріп жатқан епіл садақаларыңыз қабыл болсын. Ораза айына тұспа-тұс келіп жатқан туған күніңіз, жасыңыз құтты болсын. Ораза айында беріп жатқан ауызашарларыңызда мол сауапқа жазылсын. Ең бірінші байлық деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Ұл-қыздарыңыздың ешқандай жамандық көрмеңіздер. Алла тағала соларды тек ұзақ ғұмыр берсін, соларды қызықтауға үбірлі-шүбірлі болып, үлкен бәйтерек болып отыра беріңіз. Жақсы енді апалар, сау болыңдар. Мына ілгерде осы Маңғыстауда үлкен бір ас бастабақта отырған ақсақалдар әңгіме айтып отырып бір сұрақ қойды бір қария кісі. Жігітті кім қартайтады деп. Сонда әр азамат әртүрлі әңгіме айтқан екен. Бір ағамыз, білгіш ағамыз айтады дейді, жігітті қартайтатын өтпейтін пышақ. Жаңағы етті кесе алмасаң не қылады ғой адамның. Екінші азамат айтады дейді, жігітті қартайтатын мына бәйгеге қосқан атың орын алмаса, сол қартайтады деп. Сонда бір ағамыз айтады, ол ештеңе емес. Үйіңде әйелің жаман болса, үйіңе бірде-бір қонақ келмесе, бір құрдасың сені іздеп келмесе, сол жаман әйел жігітті қартайтады деп. Сонда біздің атамыз Сейт дейтін атамыз. Білесіз ғой? Сейт деген Есен деген атам, Есен Жемени. Сол 13-12 шамасындағы бала екен сол кезде. Сол ағаш үйдің сыртында тыңдап отырып, ағалар шатаспаңдар депті. Жігітті бұл пышақта, атта, әйелді қартайтпайды деген екен. Сонда жаңа сұрақ қойған қария мойнын созып, кім бала бұл? Бері қарай кел деп жаңағы бастабақтың қасына шақырып алып, 12 жастағы балаға. Сен не айтасың деген екен дейді. Сонда жаңағы біздің Сейт атамыз айтады дейді. Пышақты қайраққа салсаң, ол өткір болады. Кез келген шаруаңа жарата білесің. Ал бәйгеге қосқан атың шаппай қалса, оны базарға апарып сатсаң пұл қыласың, үстіне пұл қоссаң арғыма қаласың. Ал сыңарың жаман болса, үйге қонақ келмесе, құрдасың сені іздеп келмейтін болса, сен сол әйелге жақсы сөзіңді айт. Жақсысың, сен күштісің деп марапатта. Оған да ол көнбейтін болса, онда талақ бер деген екен. Жігітті қартайтатын дейді, бұл өмірдегі ағайынның алауыздығы деген екен. Сол сияқты ағайынымыздың алауыздығы болмасын, тату болайық. Осы мына ауызашар беріп отырған, садақа беріп отырған, той беріп отырған ол ауызбіршіліктің белгісі. Шын айтқанда, үлкен ағамызбенен мінекей жеңешеміз үлкен сауап алып жатыр. Ал сауаптарыңыз озағынан болсын. Мына бүгінгі Ақтастарханда отырған жақсылар, енді әрине бұл кім бала екен деп айтсаңыз, мен өзімді айтып кетейін. Мен осы Маңғыстаудың тұрғынымын. Бала кезімде осы жерге көшіп келгенмін. Красноярск қаласында болдым ертеректе. Руым 40 мылтық адайдың ішіндегі Орақ дейтін тайпасынан болам. Мұнда көшіп келгенде бір ағайындардың тойын ойнағанда маған айтады, сен қайсысың деп. Сосын әкемнен сұраймын ғой, ертесің мен қайсысы едім деп. Біз ауылда жүргенде бөлінбейтін едік. Сол сияқты бөлінбек бір қазақтың баласымыз деп сөйлейік. Нағашым Бәйімбет. Осы отырған нағашыларымның ортасына келген мен қуанып отырмын. Бестеки Жақау дейтін рудан. Енді ағамен таныса келе бажа болып жатырмыз екеуміз. Үйдегі жаңа біздің шай құярымыз Ырысбай Жаңайдың қызы еді. Сосын енді қарап olsa ағамен туыс болып қалып отырмын. Енді ал тек жақсылығымыз, туыстығымыз ұзағынан болсын аға. Үйіңде тек қана шаттық болсын, мереке болсын, қуаныш болсын, біз тойлап келіп тұра берейік өйстіп. Енді мына менің сол жағымда жеңгелеріміз, апаларымыз келіп отыр екен, енді микрофон осы жаққа бұрайын. Ал енді жақсы бір тілектеріңізді айтсаңыздар. Бәріңізге сәлематсыздар ма? Мен Дағай болам, Болаттың Нағиманың. Тілек қабыл болсын. Бұда енді барып келген, сапар шығып келген ниеттен
бел буып сапарыңыз құтты болсын. Тегілайым жақсылыққа осы ағайын туманың ішінде бәйтерек болып, осындай ауызбіршілікте үлкен биіктен көрініп отыра беріңіз. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Жыл құтты болсын. Бес жарық ағайын, ағасы Алмагүл ауызашар беріп жатыр екенсіздер, садақа жасап жатыр екенсіздер, қабыл болсын. Үлкен жолға барып келіп жатсыздар, Айгүл екеуіңіз. Сәтті сапар болып, аман есен ортамызға оралып жатсыз. Бүгінгі туған күніңізде сайма-сай осы келіп жатыр екен. Деніңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын, көрінген бала-шағаңызды қызықтап, ортасында шалқып жүре беріңіздер. Барлығыңызға да денсаулық тілеймін, ауызашар қабыл болсын. Біздің мына келіндердің столы барлығы осы тілекке қосыламын дейді. Барлығыңызға да аманшылық, тек тойда кездесіп, жақсы күндерде жолығып жүре беріңіздер. Айта бер. Сен де сөйлемеске, маған нагрузка түсейді тұрмын. Айтың, насығы жоқ, айта бер. Қайырлы кеш. Олжан аға, Алмагүл жеңеше, ең бірінші беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Осы негізінде енді жақын арада кіші қажылыққа барып келіп жатсыздар. Бәрі қабыл болсын. Негізінде айтады ғой, адам қанша жерден бай болсаңыз да, қанша жерден ниеттесеңіз де, Алла тағаланың шақыруы болмаса, ол жаққа бұйырмайды екен. Мен ең бірінші көкесі жаным Айгүл, бірінші Алла енді сенің арқаңда, осы өзінің Алладан келген пайғамбарың, папаңның жолы түсіп, Алланың шақыруымен бардыңыздар, бәрін Алла қабыл етсін. Ол жерге барғандарман, бармағандарман, ол жердің енді айтатыны жоқ. Ол жер басқа кеңістікке түсесіздер, өте жақсы. Мен сіздер үшін қуаныштымын. Осы келесі қуанышымыз осы Айгүл көкесінің аман есен тұрмысқа шығып, өзінің жанымен жандас, рухымен рухтас, жүрегімен жүректес, иманымен имандас, өмірлік серігіңді тауып, аман есен сол ұзатты тойыңда кездесуге Алла нәсіп етсін. Менің тілейтін тілегім осы. Барлық осы ауызашарға шақырып жатсыздар, ол да қабыл болсын. Оразамыз қабыл болсын. Еліміз тыныш болсын. Алла дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Рахмет. Тойлардағы микрофон бермейтіндер. Старт десем. Аға жеңше, бүгін беріп жатқан енді садақа қабыл болсын. Бәрі мына ораза ұстаушылар, оразаларыңызда қабыл болсын. Дейміз енді. Аға жасыңыз құтты болсын. Тек өстіп жеңше екеуіңіз осы балдардың арасында бәйтерек болып, тамырларын кеңінен жайылып, немере сүйіп, шөбере сүйіп, арасында отыра беріңіздер. Бәріңізге енді оразаларыңыз қабыл болсын. Жасқа жас қосыла берсін. Тойда кездесейік. Ал жақсы. Бүгін жиналып жатыр, ауызашар деп жатырып, туған күн деп жатырып, сол ораза айында болып жатырған әрбір шаралардың Алла берекетін берсін. Мынау қажылыққа барып жатсыздар. Алла тілектеріңізді қабыл етіп, аға жеңеше осы балдардың рахатын көріп отыра беріңіздер. Ораза ұстап жатқан кісілердің бәріне де тілеген тілек дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Жақсылықта, тойда кездесейік. Папалик апа, ал бүгінгі жасап жатқан игі істеріңіз Алла қабыл етсін. Папалик туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Біздің барлық
қуанышымызда осылай төрде тұра беріңіз. Барып келген қажылығыңыз Алла қабыл етсін. Осы жерде отырған адамдардың бәріне тек жылдан жылға аман есен төрт көзіміз түгел болып, бізде де міне анамызды Айгүл сияқты Меккеге апару бұйырсын. Бәрінде ойлаған армандарын орындалып, осылай Папалик сияқты Меккеге ата-аналарын апару бұйырсын. Аман болайық. Папалик, үлкен мама, беріп жатқан тойларыңыз құтты болсын. Папалик, туған күніңіз құтты болсын. Алланың берген жасын жасап, жүре беріңіз арамызда. Барып жатқан қажылықтарыңыз қабыл болсын. Әрбір ойлаған, армандаған мақсаттарыңыз орындалып, өстіп. Бәріңізге де сол Меккеге бару бұйырсын. Құтты болсын. Бәрінде. Аман жүріңіздер. Рахмет қарындасым, сау бол. Енді мына бетте келін балдар ойын да. Енді осы столдан да. Енді ер азамат соңына микрофонды алып бір құттықтап жібер ағамды. Апа жезде, сіздерді жалпымда осында жиналған барша ағайынды келіп жеткен Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жасаған дұғаларыңыз, құлшылықтарыңыз Алланың құзырында қабыл болсын. Және Жезде мен Айгүл ұлы сапарға барып келді, кіші қажылығын өтеп келді. Қабыл болсын. Жезденің жасы да құтты болсын. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Дені сау болсын. Әрқашан басымыз аман болып, осындай әдемі ақ дастарханда кездесе берейік. Осындай ақ дастархандан табыла берейік. Не деймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде кездесе берейік. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құдалардың ауылы. Ал енді Жезде апа, қасиетті Рамазан айында міне бүгін барша ағайын туыстарыңыздың басын қосып, ауызашар беріп, әрі Жездемнің 65 жасы деп жатырсыздар, бәрі де оң болсын, қабыл болсын, сауаптан жазсын. Енді осы қасиетті ораза айында Жездем кіші қажылығын өтеп келіп жатыр екен. Барлығы да қабыл болсын, бар жақсылықты тіледім. Тек той болсын шаңырақтарыңызда. Жақсы, енді қадір ағайындар, бұндай отырыс кезге кезінде бола бермейді ғой. Мына қазіргі ресторанға барған кезде ағаларымыз отыра алмай, мына музыканың дауысынан қашып жатады. Бүгін енді мен ағама бір өте риза болып тұрмын. Мына музыканы алдырып тастап, тек микрофонмен әңгіме айтып, осы жерде өзіміз болып атқан жайымыз бар. Енді көптеген жақсы әңгімелер айтып бастымыз. Енді мен кішкене бір төселіп әңгіме айтайын, рұқсат болса. Енді өзімнің бойымдағы жинаған практикамдағы нелерімді сіздерге айтайын. Мүмкін біреуіңізге болмаса біреуіңізге пайдаға асып қалар. Мен енді мына сіздерге бір кішкене мынандай бір өтініш айтқым келіп тұр. Қазір интернет заманы болғаннан кейін мына телефон дейтін адамды жаулап алып былай шын айтқанда. Даже мына той жасайтын кісілер бұрын іздеп келетін еді, қазір іздеп келмейді. Телефон звондамайды даже. Ана WhatsApp-қа жазып береді, сәлем жоқ, сауқат жоқ, қаншаға басқарасың, болды. Ол не, той ма, садақа ма, мен ол күні қолым бос бола ма, болмай ма, атың кім, затың кім сұрамайды. Оған қызық емес. Оған бағасы қызық та болды. Сосын инстаң бар ма дейді, болды, бір ауыз сөз. Сол жылтырақ дүниеға қызық кеткенбіз да, былай айтқанда. Құрметті ата-аналар, той жасайтын болсаңыз да, садақа беретін болсаңыз да, осындай мен сияқты асабаларға жаңағыдай өтініш жасайтын болсаңыздар, көзбе-көз кездесіп, қол ұстасып, уәделесіңдер. Шынымды айтайын.
қазір мына үйленетін бала менен тұрмысқа шығатын келін шешеді бәрі зат. Өтірік болса айтыңызшы. Ресторанда солар таңдайды, тойда да жүргізетін солар таңдайды. Сосын той жын-жыпыр болмағанда не болды? Үлкен кісілердің жаңағы бабын сұрамаса, олардың жағдайын сұрамаса, келіп алып ана Каспий голдты кім ұстайды, мусорды кім төгеді, машинаның аты қандай, ондай бос әңгімеден гөрі кішкене мына аталардан қалған жақсы бір әңгімелер сіздерге айтып берейін. Мына бір патша қайда жүрсе де өзінің 40 уәзірмен бірге жүреді екен дейді. Ертеде тойға барса да, аңға шықса да, басқа қалаға баратын болса да 40 уәзірін бірге ертіп жүреді дейді. Соның 39 уәзірі бір жақ, бір уәзір бір жақ болады екен да, бұл бір спор болған кезде. Бір күні осындай бір той болдың басында патшаға төрден орын беріп, қойдың басына алып келген екен дейді, сыйлы қонақ деп. Сонда жаңа патшаның жанында өткір шаппасы бар екен дейді. Құлақты кесем деп отырып, саусақты кесіп алған екен. Бүтінімен. Бере бер, тамақты бере бер, дайын болса. Сонан жаңағы 39 уәзір сүй жүрді, 39 жерге жүгіріп, ойбай, мынаны былай қылайық, врач шақырайық, мынаны тіккізейік, наркоз берейік, бетейік, сөйтейік деп жылы-жылы жақсы сөздерін айтып атыр дейді. Сонда жаңа 40-шы уәзір бәрі айтып болғаннан кейін қасына келіп тұрып айтады дейді, ашуы басылғасын. Патша саусағының қайырын берсін деген екен. Сонан жаңа патша ашуға мініп, ертесі күн сарайына шақырып алып айтады дейді, сен маған кеше не айттың деп. Мені мына саусағымды кесіп қан саулап атқан кезде ана 39 уәзірім жақсы сөз айтты, жылы сөз айтты. Мен көңілімді көтерді. Сен мен көңілімді түсіріп тастадың. Маған өлім тілеп жүр екенсің ғой. Сен маған жаман, сондай ниетің жаман адам екенсің. Дегенде жоқ, мен саған шын ниетпен айттым. Саусағың қайырын берсін деп айттым деген екен. Сонда жаңағы өзінің қол астындағы нелеріне бұйрық беріп, жаңағы уәзірді түрмеге қаматады, абаққа. Андай киноларда көресіз ба? Жертөле түрмелер болады ғой. Төбесі ашық болды. Зындан. Зынданға жаңағы уәзірді отырғызады. Сонда жаңағы уәзір айтады, бұның да маған қайырын берсін дейді. Сонан айлар өтеді, жылдар өтеді, көптеген уақыттар өтіп кетеді. Баяғы патша 39 уәзіріменен орманға аңға шығады. Аң аулап жүрген кезде жаңағы адам жегіс жабай адамдарға кездесіп қалып, патшаны 39 уәзірменен байлап ағашқа. Күнде біреуден жейді екен. Патшаға кезек келген кезде жаңағы саусағы жоқ, бұны қоя береді. Сен бізге керек емессің деп. Сонан жаңа патша аман-сау еліне жетіп, баяғы сарайына барып, зындандағы жатқан уәзірін шақыртып алдына кешірім сұрайды. Мен саған қиянат жасаған екенмін, осынша уақытқа дейін мен сені осы жерге қамап қойғаным үшін кешір. Сенің айтқан сөзіңе мен түк те түсінбедім. Қайырын көріп мен тірі қалдым деген екен. Сонда жаңа патшаны құшақта уәзірде жылап атыр дейді. Саған да көп-көп рахмет. Осы зынданға салмағаныңда мен де аналардың қатарында кетіп қалатын едім деп бір-біріне кешірім сұраған екен. Сол сияқты ағайындар, әрбір нәрсенің артында қайыр болады дейді. Сол себептен бүгінгі мынау беріп жатырған садақамыз қайырлы болғай. Ал ағамның жасы құтты болсын. Бір жас бар, 10 жас деген ойнақтаған, тай мінеп жабағына ойнаттақнан. Келген соң одан ары 15 жас балалық шақ еш нәрсені ойлатпаған. 20-да о жүзіңді түзейсің ғой, шашыңды кейін қарап түзейсің ғой. Үлгісін ағалардан алғаннан соң ой ойлап әр нәрсеге жүдейміз ғой. 30-да сыйғаға сен үй өсі баласың ғой. Балдарыңды әлди қағып аласың ғой. Келген соң ағаларым 35 жасқа жігітті қыдырыстан қаласың ғой. Бір жас бар 40 деген қылыш екен, мойныңды бір жұмысқа бұрсы екен. Келген соң ағаларым 45-50 жасқа борышты болмағандарың дұрыс екен. 50-де енгін келмес еңкегенмен, қыздарға қолымыз жетпес көркегенмен. Келген соң 55, 60, 65 жасқа, 70 жасқа
шал бол ойнақтаймыз кемпірлермен. 70-те жер таянбай тұра алмаймыз, қолымызға таяқ алмай жүре алмаймыз. Балаңмен келініңе сөзің өтпей әңгімені көптің ішінде құра алмаймыз. 80-де шал боламыз секілдеген, жел соқса жермен бірге елпілдеген. Тіпті немерелеріңе де сөзіміз өтпей қалып, реніші отырғаның кемпіріңмен деді. 90-да шал боласың томыртқадай, тастаған шалымы жоқ омыртқадай. Өмірден өтерімізге сенгіміз келмес, дұшпанға жазаян бергіміз келмес. Жасымыз 100-ге келгенде жанымыз тәтті дейді. Қойнына қара жердің кіргін келмес деп ағаларымыз аңсап кеткен екен. Сол сияқты Алланың берген жасын жасай берек, қуанышымыз көп болсын, дастарханымыз жақсылыққа жайылай берсін. Енді рұқсат болса, мен басында кішкене бастарыңды ауыртпай қойын. Асықпай отыр, тамақтарын жеп алыңдар. Мына үлкен астың үстінде Сыйық ағамның осы жерде келін балдары, қарындасым бар Айгүл. Сіздерді мен ортаға шақырып, папа маманы туған күні болып жатыр. Құттықтап бір тілектеріңізді айтсаңыздар. Ортаға шақырайын. Сыйық ағамның келін балдары, қарындасым бар Айгүл, келе қойыңыздар ортаға. Бауырынан келген ұл қыздары ата-анасына тілек айтсын. Қош келдіңіздер. Папаларының шығып жатқан жасы құтты болсын. Ал енді сіздерге де осындай жас бұйырсын. Енді Айгүлге берейін ба? Жігіттер бастай берсін. Ал, құрметті тойшы қауым, оразаларыңыз қабыл болсын. Амал мерекелеріңіз құтты болсын. Ал, не деймін, барыңызға рахмет. Көп үйістіп алтын уақыттарыңызды бөліп келіп атсыздар, сыйлап келіп атсыздар. Бәріңізге де қабыл болсын деймін. Бәріңізге де осындай жетістікке жеткен жақсы көріп отырмын. Ал, не дейін, баба, апа, ал, апа, туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, сырқырамаңыз. Апа екеуіңіз өйстіп, әп-әдемі болып, жарқырап жүре беріңіздер. Осындай жаня болып жатырық. Осындай ағайындарымыз бар. Бәріміз де аман болайық. Осы жақсы оразаның кезінде өкпелеріміз болса, бір-бірімізді кешірейік. Ал неғыз нелеріміз болса, оны да кешіріп білейік. Бәріміз аман болайық. Ал, сол үшін жайлап, шайдан алып қоңдыр. Ал, тойшы қауым, қош келдіңіздер. Оразаларың қабыл болсын. Барлықтарына көп рахмет айтамын. Алтын уақыттарымды бөліп, әкемнің туған күнінен бірге өткізуге. Аман сау болайық. Ақтастырғамыз мол болсын. Ал, папа, туған күнің құтты болсын. Ден сау болсын. Қажылығың құтты болсын. Тек әрқашанда біз арамызда жастар жасқыр. Ассалаумағалейкум. Аман мерекесі құтты болсын. Ал, папа, туған күнің құтты болсын. Өмір жасыңыз жоқ болсын. Тек арамызда өйстіп күліп ойнап жүре бер. Ауырма тек. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Мен өзімде көп сөзге жоқпын енді. Тосқа да көп жоқпын. Бәріңізге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп атқандарыңызға. Бәрімізге де мына қасиетті Рамазан айындағы оразамыз қабыл болсын, ниет дұғалар қабыл болсын. Жақсы тілектер айтып атсыздар, қажылық құрып келді деп. Әрбір мұсылман баласына сол жерге баруға нәсіп етсін. Алла Тағала тілектеріңізді, дұғаларыңызды қабыл етсін. Папа, бүгінгі шығып атқан жасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Аллах Тағала мамам екеумізге саналы, салиқалы, әдемі қартаюды бұйырсын. Ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қуанышын, жетістігін көру жазсын. Ал енді мына жамағат, енді бүгін осы мына ана бүгін дәм бүйіріп, сәлемде сәті бар деп, осы мына алтын уақыттарыңызды бөліп келіп атқандарыңызға алғысымыз шексіз. Сол
осы менің басыма келген, менің шаңырағыма келген қуаныш, осындай қаржылық бәріңізге де бар жұғысты болсын. Бәріңіз де жаңа сол айтып жатыр ғой, мұсылмандық, әрбір мұсылманның сол ана тілегі деп. Ал осы мына оразаның кезінде тілеген тілектеріңізде қабыл болсын. Келіп жеткен амал мерекесі де құтты болсын. Амалдан амалға жетейік. Амалдың кезінде ақмол болсын. Ал енді бар, сіздермен бәрі де осы мына ана дастархандарың тойға, қуанышқа жайылсын. Ал бәріңе де бақыт тілеймін енді. Ал ораза қабыл болсын. Ораза айында тілеп жатқан тілектерің бәрі қабыл болсын. Отбасыларың аман болсын. Дендерің сау болып, өмірлерің ұзақ болсын. Мынау қажылыққа бару барша мұсылманға бұйырсын. Ал рахмет бәріңізге. Жақсы, енді жігіттер отыра беріңіздер. Аға, асықпай отыр, тамағын жеп ал енді. Қазір рұқсат болса, сәлден кейін ас қайырып бата жасаймыз ғой. Ал енді қадірлі ағайын, болса ағайының сақадай, болса ағайының алтын жағадай, болса ағайының алтын тағадай дейді. Бүгін мінекей ағайындарымыздың басы қосылып, Сейқ ағамыздың шаңырағына жақсы берген баталарыңды қабыл етсін Алла. Өздеріңізге де осындай ораза ұстау, қажылыққа бару, той тойлау нәсіп етсін Алла тағалам. 5 күн тіршілікте біздерді жақсылықтан айырмасын. Мына адамның өмірі деген былай қарап отырсаң, азан менен қаматтың арасындағындай дейді, қысқа өмір екен былай қарап отырсақ. Мінекей сол осындай өмірде бір-бірімізге ренжіспей, жақсы мейірімменен әр уақытта жақсы жағдайда кездесіп тұрайық. Мына өкпе дейтін адамды ауру қылады екен, шын айтқанда. Өкпе назы болмаған дұрыс негізі. Сабырлы болу керек екен енді көп жерде. Біз енді кей кезде шын айтқанда қоғам сондай ма, сабырлығымызды ұмытып кетеміз. Баяғыда бір ағамыз келіншек алып, 2 балалы болғаннан кейін ата-анасынан рұқсат сұрап, әке, мен білім іздейін деп едім, оқысам бола ма, маған рұқсат бересің бе деп, жаңағы азамат ата-анасының рұқсатын алып, келіншегінен рұқсат алып, 2 балалы болғаннан кейін оқуға кетеді. Жұрттар университетті 5 жыл оқыса, бұл медресені 20 жыл оқып Құран жаттайды. Сонан 20 жыл уақыт өтеді, баяғы 20-дағы жігіт 40-қа толады. Ұстазының батасын алып, қой енді мен ауылыма қайтайын, үйімде ата-анам күтіп отыр, баламның алды 20-ға келіп қалды. Жолдасымды, бала-шағамды көрмегеніме 20 жылдан астам уақыт болды. Мен енді ауылға барып, медре асып, шәкірт тәрбиелейін, ұстаз болам деп жаңағы батасын алып, Құранды жатқа біледі екен енді, абсолютно. Сонан жаңағы ауылға келе жатса, ортада бір қарияға кездесіпті. Сосын жаңағы қарияның үйінде отырып, қонақ болып, шай ішіп, мен сондай азаматпын, ата-анамнан рұқсат алып, 20 жыл бұрын осы пәлен дейтін жерде оқыдым. Қазір енді ауылға барып, Алла нәсіп етсе, шәкірт тәрбиелеймін, ұстаз болам деп жаңағы жігіт өзінің мән-жайын айтады ғой. Сонда қария кісі тыңдап отырып айтады дейді, сен білімді болсаң, шыныңды маған айтшы, білімнің кілті қай жерде білесің бе деген екен. Сонда жаңағы жігіт іркілместен, білімнің кілті ол Құраннан түскен бірінші аят, бұл Фатиха сүресі деп, жаңағы Фатиха сүресін оқып береді. Сонда жаңағы қария күліп жібереді, ой айналайын-ау, сен 20 жыл оқысаң да тым да білмейсің екен, түк те білмейсің екен. Білімнің кілтін біле алмай тұрсың, сен қалай оқу тоқтайын тұрсың деп, қалай сен ұстаз болайын деп тұрсың деп, жаңағы жігіт ойланып қалады. Неде болса бұл қария менен бір нәрсе жасырып отыр, бұл кісінің мен бір батасын алайын деп, қолында 1 жыл қызмет жасайды, суын тасиды, отын жарады, баласы болып қызмет етеді. 1 жылдан кейін жаңағы қариядан рұқсат сұрап, ал енді ата, мен ауылға жүрейін, 1 жыл қолыңда қызмет жасадым, 1 жыл бойы мен сенің қасында қызмет жасап жүріп, білімнің кілтін таппадым.
өзің айтшы деген екен. Сонда жаңағы қария айтады дейді, білімнің кілті бұл сабырлықта деген екен. Сонда ана жігіт ашуға мініп омырауынан қысып қарияға ренжіп кеткен екен дейді. Сол сияқты қанша біз ақылды болсақ та, қанша біліміміз тасып баратса да, кей кезде бауырлар біз кейде сабыр дейтінді ұмытып кетеміз. Сол сияқты сабыр түрі сары алтын дейді. Әр нәрсеге біз сабырлықпен қарайық. Ал енді Алла нәсіп етсен, ораза ұстауда, намаз оқуда сіздерге бұйырсын деген келеді. Адам баласы кез келген нәрсені жеңе алады, бірақ адам баласы бірақ нәрсені жеңу өте қиын екен дейді. Ол адамның бойындағы нәпсі. Ал сол нәпсіні жеңген адам өмірдегі Алланың ең кешірген, ең жақсы көретін, ең тақуа құлдарының бірі болады екен. Сондай болуға лайық болайық барлығымыз ағайындар. Енді мына жерде аш желініп жатыр екен. Ал енді ішіңізде мен айтайын деп едім, жаңа сөйлей алмай қалдым дейтін ұсыныс болса, мен микрофонды берейін. Бар ма? Бұлай енді баяғыда айтатын еді ғой, жұлқыма тілек деп. Егер болып жатса, мен микрофон берейін. Ал жақсы, Сәке. Жеде алмағыл жиналып жатқан тойшы қауым. Мына Сәкеңнің бір жағынан жасқа толып жатыр, алмағыл қажылыққа барып келген амал мерекесі, ауызашар ораза мерекесі деген сияқты. Бәрі оң болсын, құтты болсын. Жастан жасқа шыға бер, Сәке. Ойнап күліп жүре бер, маған бір айтам ба деп отыр едім, бәрін айтып қойды өздері. Айтатын ештеңе қалған жоқ. Ал аман болайық, осы жерге жиналып жатқан тойшы қауым. Бәріңе де осындай тек тойлап дастарханда ойнап күліп жүре беріңдер. Деріңдерің сау болсын. Мына сот күні беріп жіберем ба, Сәке, не істеймін? Мына ішінде бар еді, қалай беріп жібер? Мына ішінде бір подарок бар еді деймін. Жақсы енді ағайындар. Мына кішкене бір әзіл әңгіме болсын. Мешітте жамағат болып бәрі намаз оқып жатқан ғой, тоңқайып, имамға үйіп. Айттың кезі. Бір ағамыз мұсылман болайын, мен де бір айтша алайын, мен де бір Құдай жолына бір садақамды берейін деп, базарға барып, қой сатып алады да. Үйінің алдына алып келіп, жаңа мойнынан жіппен байлап қояды. Сойын десе соя алмайды, сойып көрмеген. Не де болса мұсылмандардың бәрі мешітте ғой, бір мешітке барып, бір мұсылман тауып алайын, малын сойдырып алайын деп. Базарда мына жолшыбай кетіп бат, мынандай пышақ алады. Мешітке кіріп келеді, пышақ жылтылдап тұр дейді жаңа. Есікті ашып жіберіп, ішіңізде мұсылман бар ма депті ғой бәрі. Ана пышақты көрген бәрі қорқып кеткен, үндемей отыра беріпті ғой бәрі. Сонан ішіне бір иманы бар бір жігіт бар екен, намыс сояды тұр дейді. Мен мұсылманмын депті. Онда жүр алдыма түс деп айтады дейді. Сонан жаңа ағамыз ертіп алып кеткен, үйінің алып келіп, алауда үн жоқ, қорқып кетқан ғой. Не болды аға десе айтады, мен мына мал алып едім, соны соя алмай жатырмын. Көмектесіп жіберші, мен сойып берші деп. Ана кісі де өмір мал сойып көрмеген, қойдың аяғын байлауды білмейді дейді. Жаңа жығылып жатқан қойдың тамағын алса пышақты ұрады, қой тұра қашады, пышақ қараған дейді. Ой, сене мұсылман болды деп қолынан жұлып алып мешітке қайтып келіпті ғой. Пышақтан қан тамып тұр, ішіне келіп тұр. Араңызда мұсылман бар ма деп. Сонда бәрі қорқып кеткен ғой, жаңа бас имам айтады дейді. Жалғыз мұсылман бар еді, онда сен алып кеттің ғой жаңа деп айтады. Сол сияқты әзіл ғой, аман болайық. Ал енді жаңа ағамның сөзіне мен де қосыламын, аман болайық деген сөзге. Бір 90-нан асқан қария төрінде отырса, аға немересі жүгіріп келіп айтады дейді сыйғаға. Ата, есіктің алдында байлық келіп тұр деп. Не қылайын, есікті ашайын ба деп. Сонда жаңағы 90-нан асқан қария айтады дейді, ай шырағым, маған енді 90-нан кейін байлықта не пайда, керек жоқ, тұра берсін деп. Ашпай-ақ қой деп. Сол немересі таңғалып жүгіріп келіп, ата, есіктің алдында денсаулық келіп тұр, ашайын ба, не істейін десе, жаңағы қария айтады дейді, ай шырағым айналайын, маған 90-нан кейін енді денсаулықтың да не қажеті бар, керек жоқ, тұра берсін, есік жауып қой деген. Сонан немересі таңғалыпты, атасы ештеңе қызықпайды екен. Сонан үшінші мәрте тағы бір көрейінші атамды сынап деп, ата, есіктің алдында бір екі кісі келіп тұр, біреу аман, біреу есен, не істейін десе,
жаңа қария орнынан тұрып есікке қарай өзі кетіп бара жатыр дейді. Ай айналайын балам, аман менен есен келсе өзім барып есікті ашайын. Сол аман менен есеннің арқасында бай да бар да денсаулығында болды деген екен. Сол сияқты құрметті ағайын, бәріміз де аман есен болайық. Енді осы жерде ас алынып жатыр екен, рұқсат болса енді ас қайырған дұрыс болатын шығар. Иә, сорпаларын ішіп болсын. Басқа берекет берсін, адамға қанағат берсін, етілесі әзіреттің. Басымыз аман, жеріміз сау болсын. Мына беріп атқан садақа қабыл болсын, барлығыңа той тілеймін, аманшылық болсын. Аумин. Отыра бер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليكم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين. Осы қасиетті Құраннан оқыған дұғаларымыз сүйікті Мұстафа Расулуллах Мұхаммед пайғамбарымыз саламның өзіне, ата тегіне, ұрпағына, қасында болған 30 мың сахаба, өмірде өткен 24 мың пайғамбар, азиз әулия әмбиелердің рухына, Маңғыстаудың ойында 362 әулие аталарымыз, және сол қолдарын жайып отқан мұсылмандардың өмірден өткен ата баба, ағайын тума, жекжат жұрағаттарына, дәметкен аруақтарға тие берсін. Жатқан жерлері жайлы болсын, жандары жанатта болсын. Қасиетті Құранның құндылығы мен қабырларын қабір азабынан сақтасын. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулух. Аллахумма тақаббал дуа. Аллахумма ахфир ли вали валидей, валил муъминин яуми якумул хисаб. Аллахумма антас салам минкас салам, ва табаракта ва зал джалали вал икрам. ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي حسنات وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين الله Ал енді мына сол ана алтын уақыттарыңды бөліп келіп жатқан жамағат алғыстарымыз шексіз. Соны тек аманшылықта қауышайық. Бәріңе де жұғысты болсын.